Кайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін суббота, яғни сенбі күні біз үйде боламыз деп шештік. Бірақ субботниктен қалмауымыз керек. Арасында өстіп балдарымды, үйдегі мысалымды еркелетіп алам. Бүгін субботникке бардық, сонымен сенбі күні үйде болам ба деп едім ғой. Болмады, жұмысқа шақырды. Сонымен сағат 9:30-да барып жұмысқа барсам осындай тал бар екен, тұт деген тал. Апам әкеп коллективке беріп жатыр екен, қыздарға тал егетін деген. Мен де қоймай сол тал егетін адам, пысық адам құсап барып алдым, бекітіп. Соны егетін болам, құдай қаласа. Маманың жағына егеміз ғой, енді мен де этаж үй болғасын, оны егетін жер болып тұрған жоқ. Сонда да қызығып қоймай, қызғаншақтығымыз бар ғой. Қалмай, жұрттан қалмайық деп, сонымен келдік. Оны суға салып қойдым. Сосын азармен самса пісіріп кеткенмін ғой. Сөйтсем үйде келсем, қарған ыдыстың бәрі қалған. Тапаға май жаға салып пісіріп жүредім. Соны қой. Кеше барып базардан алғандарым ғой, сол сіздерге көрсетейін деп жатқаным. Дұрыс па? Сіздер қалай пісіріп жатсыздар? Награзови деген шыққан екен. Астына атын да білмеймін. Астына тапаға осы самсалардың астына пирог пісірсек те соны төсейін деп алдым. Бұны награзови деп берді ғой. 800 теңге тұрады екен бұл үш. Көп пайдаланасыз дейді, сүртіп, жуып, тазалап алып қойып отырсаңыз біразға жетеді дейді. Сонда да құрсын деп награзовиді алдым. Ол да керек болып қалар деп. Награзовиң қашанға жетеді дейсің деп. Сол осы тапама салып қойып жатырмын да. Келеді екен, біраз нелер болады екен. Сонымен ыдыстарын жудым, әйел байғұс үйдің тіршілігінен қолдар босамайды ғой. Бір видео түсіре қойайын, тамақ пісіре қойайын десем, уақыт өтіп бара жатыр. Кешке дейін бір идея туып қалар. Кеше сол фондты алдым. Кішкентай кастрюльдерімін енді алмасам набормен. Мынаны әзірге ала тұрайын, осы ісқасады ғой деп. Фондта 1600 теңге екен. Соны алып келдім. Сол ала береміз ғой үйге. Мына фольгантты алдық. Фондтан не пісіретінді де білмеймін. Бұл да бір ісқасар. Кейін бір идея туып жатса, я болса сіздер бір идея тастаңыздар, осындай тамақ пісіруге болады деп комментарияға жазсаңыздар. Соны пісіріп көремін мен қолымнан келгенше. Тырысамыз. Бұрын мен үйдің тіршілігіне жоқпын. Тамақ пісіруге, торт пісіру деген атауымен пісіріп көрмегенмін мен. Жұмыртқа қуыруды білемін. Тамақты жаймен істей салам. Сестрам болатын үйде үлкені. Сол кісі істейтін барлық үй жинау, үйдің уборкасын бәрін сол кісі істейді. Мен сырттың тамағын, сырттың отын шауып, шөбін шауып, далаға есіктің алдына су тасып, су сеуіп, сыпырып деген сияқты, малға қарау, малды жаю, өріске апару, оны күтіп алу, соның барлығы менің мойнымда болатын. Сол жұмыстарды тапсырса мен қуана баратынмын. Мен сол әйел болып, өзімше пысық болып, үй алғаннан кейін міне саяқтарымды өстіп жинап жатырмын. Кружканы жақсы көремін. Мына кружканы мен жұмысқа шай ішуге, кофе ішуге алған болатынмын. Кейде арасында напиток ішетініміз бар, ақша жинап. Сол кезде ішіне көптеу не болсын деп, келсін деп, ішейік деп алғанмын ғой. Мынау қызымдікі сүп-сүйкімді. Подаркаға келген бұл. Сол өстіп үйдің көрші апаларым келіп, үй алғаннан кейін көрші апаларым шақырып шай беріп, сонымен 6 штук әкелді. Набор сол 6 штук па білмеймін ғой енді. 6 штук деп әкелді. Стакандар бар еді, оны көрсетіп не алмай қойын, енді ол алып келем дегенше біраз уақыт кетер. Азанда пісіріп кеткенім, пысық әйел ұқсап. Ішіне жусай салдым, укроп салдым. Зелендерді салып пісіріп алдым. Сіздер де қалай пісіріп жатсыздар, астына не қойып жатсыздар? Картошкамен пісірдім. Соны азанда мамама беріп ыстықтай жесін деп балдарымды сол жаққа жібердім. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.